Бүгінгі күн райына қарамастан сол жағалау кешеніне жиналған халықтың қарасы қалың. Бүгін барша қазақстандықтар бейбітшілік пен келісім, бірлік пен ынтымақ дәріптелетін Қазақстан халқының бірлігі күнін атап өтіп жатыр. Этносаралық келісімнің жарқын мерекесіне орай шығыстың бас шаһарында да мерекелік іс-шара ұйымдастырылған. Бүгінгі мейрам біздің халықтың үлкен мейрамы, халықтың бірлігі күнімен құттықтағым келеді. Еліміз әрқашанда тыныш болсын, елімізде бәрі жақсы болсын. Қазақ тілін менің әкем Күршім ауданының тумасы, әкем негізі көп қатты меңгерген, қазақ тілді кішкентай кезден бізді үйреткен. Ақырын енді қазақ тілін дамытуына үлесімізді қосып келе жатырмыз.